Ағайын, мен кеште болса шығып жатырмын. Қазір үйге келіп, мынандай мәселелермен бағана біздің қызметкерлер бәріміз кеңес беріп жатырмыз онлайн займ алған адамдарға. Онлайн займ алған, және оның берешегі көп өсірмей, мысалы үшін 80 мың теңге алған, соны 113-123 мың қылып өндіруге қойған, атқару парағы шыққан, атқарушылық жазба. Ол сот орындаушыға өткен. Енді біз айтып жатырмыз, біз мұндайда қалай кеңес береміз? Негізінде 80 мың алып, әрмен қарай 113 мың, 120 мың, 130 мыңға өскен күннің өзінде оғаны дауласып, күшін жоюға, соттың шешімі болсын, немесе атқару жазбаның күшін жоюға жұмыс істеудің қажеті жоқ. Неге? Біріншіден, қараңыздар, оның күшін жою үшін заңгерге немесе бізге ақша төлеуіңіз керек болады. Күшін жойған күннің өзінде, одан кейін іс қайтадан қаралған күннің өзінде бәрібір кем дегенде сол 80 мың теңге өндіруге шығады. Ал оның үстіндегі 40-50 мың теңгені азайтамын деп жүріп, біз секілді заңгерлерге сонша сумаға тағы да кіріп кетесіз. Қанша уақыт құрбекерге кетеді, қанша күш кетеді. Сондықтан одан сол төлемді тіпті кейбір заңгерлер одан да көп алады. Сондықтан ондай шығындарға ұшырамас үшін біз тиімді жолды айтамыз. Сол тиімді жолды қарау керек. Бізге ренжіп бағана тастап жатыр телефонда. Басқа заңгерлер оның күшін жойып береміз деп. Оның күшін жоюды біз де білеміз. Күшін жоямыз, қараңыз, сізбен ол да біз де келісімшартқа отырамыз, күшін жоямыз, белгілі бір суммада ақшаны аламыз, сізден күшін жоямыз. Ал ол түптеп келгенде сізге пайдалы ма? Әрине жоқ. Біз кеңес берген кезде, мәселені қараған кезде түбінде сізге пайдалы жағын қараймыз. Түбінде сізге қалай пайдалы, соны айтамыз. Мысалы үшін бізге тиімді негізінде. Сізбен келісімшартқа отырып алып, сіздің жаңа қазір көңіліңізге керек болып тұрған нәрсені істеп берген. Кредит жаңа коллектор онлайн займ бойынша шыққан коллектордан немесе өз коллектордан немесе олардың өзінен онлайн займ бойынша шыққан атқарушы жазбаның күшін жойып, ақшаны қағып алу бізге тиімді. Бірақ ол сізге тиімсіз болады. Біз соны түсіндіреміз әркез. Сөйтіп бізде ол ақшаны алып алуға болады, бірақ одан сізге тым пайда жоқ. Біз соны айтып түсіндіреміз. Қазір сіздің көңіліңізге қанша ұнаса да ананың күшін жою деген түптеп келгенде сізге пайдасы жоқ. Қалай болған күнде де, тіпті мәмілені жарамсыз деп таныған күнде де жаңағы сума қалады. Бастапқы сізге берген сума қалады. Осы ара жігін ашып біз айтып түсіндіреміз. Сондықтан осы мән-жайларға көңіл аударыңыздар. Ненің дұрыс, ненің бұрыс екеніне де көңіл аударыңыздар. Сондықтан келесі жолы осындай мән-жайларға көңіл аударылсын деп осы видеоны салып отырмын. Онлайн займдарды бойынша біз кеңес берген кезде бәрін айтып түсіндіреміз. Қандай жағдайда ол мәміле жарамсыз болып танылады, қандай жағдайда ол 2 есе өседі дегендерді. Оның бәріміз айтып кеткенбіз. Біздің көздейтініміз сізге тиімді тұсы. Біз сізге кеңес берген кезде сізден біз ақша алып кеңес береміз. Бұл тұста біз сізді өзімізге жаңағындай таңып алып, сіздің қалауыңызға қарай ыңғайлы майын тамызып сөйлегеннен пайда жоқ. Керегін дұрысын айтамыз. Егер бүгін бізден осындай бүгін немесе осыған дейін де кеңес алған адамдар болса, онлайн займға байланысты өздеріңізде ойланып саралап қараңыздар. Заңгерлерге шашылып жүргеннен төлеп құтылған жақсы. Сізге тиімдісі сол болады деп түсіндіреміз тағы да. Жақсы ағайын.